Олардың есімін естігенмен өзін көрмегендер көп, бірақ ішкен асымызды жерге қойып, сол мамандардың қаламынан туған туындыларды тамашалауға асығамыз. Тереңдігі түпсіз деректі жобалар, шиеленісті оқиғалары мен тәнті ететін телехикаялар мен фильмдер сценаршылардың еңбегінсіз іске аспасы анық. Сөз еткелі отырған тақырыбымыз экранның ар жағында қызмет ететін кәсіп иелеріне арналады. Олар шаршы алаңда белдесіп, білектің күшімен мыңды жықпаса да, қайталанбас идеяның арқасында көпті таң қалдыра біледі. Кез келген туындының сәтті шығуы дәл осы сценаристерге байланысты. Жүрек қаламаса, бұл мамандықты екінің бірі меңгере алмайды. Шыңғыс пен Мәлік осының айқын дәлелі. Екеуі де қаржыгер бола тұра, шығармашылыққа бет бұрып, қаламын серік еткен жандар. Я закончил. Мен 5 жыл бойы қаржы саласы бойынша білім алдым. 3 жыл кәсібімді нәсіп еттім. Алайда жұмысым өзіме ұнамады. Шығармашылықпен айналысқым келді. Сөйтіп кино және телевизияға бет бұрдым. Көзді ашып жұмғанша уақыт зымырап өте шықты. Сценарист болып жүргеніме 4 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында бір телевизиялық жоба, 2 телехикаяның сценарийін жазып шықтым. Және де халықаралық кинофестивальге қатысқан 2 қысқаметражды жобаға атсалыстым. Участвовали в международных кинофестивалях. Мәлік те Шыңғыс секілді кинематография саласында еңбек етіп жүр. Бала күнінен ол шығармашылыққа құштар болып өсті. Тіпті мектепте оқып жүріп, спектакльдерді қойған. Өзі де сонда ойнаған. Қаржы саласы бойынша білім алса да, бала күнгі арманы оны адастырмай, өнер жолына келді. Интерес кинематограф. Ес білгелі кинематографияға қызықтым. Алайда тұрақтылықты қаладым. Сөйтіп қаржы саласын таңдадым. Мамандығым бойынша жұмыс істедім, табыс таптым. Бірақ ішкі жан дүнием оған қанағаттанбады. Үнемі шығармашылыққа қарай ұмтылып тұратынмын. Қазір Шыңғыспен бірлесіп жұмыс істеп жатырмын. Бірнеше жобаны бітірдік. Алдағы уақытта тағы да жаңа туындыларды жарыққа шығарамыз. Я еңбек етемін деген адамға жұмыс әрдайым табылады. Шыңғыс пен Мәлік бұған көз жеткізгелі қашан. Жас сценаристер өз кәсібіңе адалдық пен ынтаң болса жеткілікті дейді. Әрине, бастапқыда бірақ қиындықтар мен кедергілерді жеңуге тура келеді. Жігіттер идеяларын іске асыру үшін түрлі жобаларда бақ сынап көрді. Мәселен, жуырда ғана кинематографистерге арналған байқауға қатысып, бірден 3 жобаны ұсынды. Енді жеңістен үмітті. В нашей стране, да. Біздің мемлекет өз ісін енді бастап жатқан кинематографистерге қолдау көрсетіп отыр. Мен тіпті осындай мемлекеттік бағдарламаның арқасында өзіме ноутбук те сатып алдым. Жалпы біздің елде кино өндіріс саласымен айналысуға мүмкіндік бар. Мәселен, маусым айында кинематографистерді қолдап, олардың идеясын іске асыруға инвестор тауып беретін байқауға өз жобамызды ұсындық. 99 туындының ішінен ең үздік деген 10 жоба іріктеліп алынды. Соның арасында Мәлік екеуміздің сценарийіміз де бар. Бұл үлкен жеңіс. В полнометражном кино. Елімізде Шыңғыс пен Мәлік секілді арманның жетегінде жүрген жастар жоқ емес. Олардың бәрі бірдей өздерінің шығармашылық қырларын сынап көре алады. Тіпті өзі жазған сценарийдің желісі бойынша фильмде түсіруіне мүмкіндік бар. Я, дәл солай. Сіз жаңылыс естімедіңіз. Былтырдан бастап бізде де шетелдегідей питчинг ұйымдастыру дәстүрге айналды. Мұндай кездесулерде сценарий авторлары мен продюсерлер, режиссерлер бас қосады. Талапты жастар көкейінде жүрген жобаларын ауызша немесе визуалды түрде таныстырады. Сол арқылы өз жобасына инвестор іздейді. Основная проблема была найти. Ең басты қиындық қолдау табу. Тек қаржылай ғана емес, техника түрінде немесе білгенімен бөлісетін мамандармен танысу. Себебі кино түсіруді енді бастаған адамдар оның қыр-сырын жақсы біле бермейді. Қыруар қаражаттың болуы маңызды емес. Бастысы, кино өндіріс саласында тәжірибесі бар, кеңесімен бөлісетін, техниканы қайдан жалдауға болатындығын айтып көрсететін жанашыр адамның болуы маңызды. Тіпті сенің фильміңе тегін түсетін актерлерді да табуға болады. Сол үшін біз осындай қор құрдық. Келушілер өте көп. Өз жобаларына қолдау тауып жатқан сценаристерде баршылық. Найти тех людей, с кем делать кино. Питчинг ұйымдастыру елімізде енді қолға алынып жатыр. Ал шетелде мұндай басқосулар үйреншікті үрдіске айналғалы қашан. Мәселен, ақш кинематографистерді қолдауға ерекше назар аударады. Ол жақта бұл сала экономиканың бір тармағы ретінде қарастырылады. Нәтижесінде Америка фильмдері бүгінде әлемдік нарықты жаулады. Онда 2 миллионнан астам адам кино өндіріс саласында қызмет етеді. Әрине, Қазақстан әзірге мұндай жетістікпен таң қалдыра алмайды. Бірақ бізде де соңғы жылдары бұл сала ерекше қолдауға ие болды. Тіпті биыл арнайы заң қабылданып, ұлттық киноны
қолдау орталығы құрылды. Сіз білетіндей, осы биыл 3 қаңтарда елбасымен қолдауымен кино туралы заң ұсынылды. Сол заңда біздің орталығымыз құрылды. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы. Ең бірінші мақсаты осы орталықтың ең алдымен осы ұлттық фильмдерді қаржыландыру. Екіншіден, осы Қазақстанда түсірілген фильмдерді халықаралық фестивальдарға апару, соларды сол жерде көрсету, сол фильмдерді. Үшіншіден, осы жас мамандарды оқыту. Оларды шетелге апарып оқытқызу, немесе шетелден мына алып келіп, мамандарды мына оларды оқыту. Сонымен белгілі болғандай, қордың басты міндеті кино саласында еңбек ететін мамандарды мемлекеттік қолдау тәртібін жеңілдету, бармақ басты көз қысты әрекеттердің жолын кесу. Бұл ретте орталық төрағасының орынбасары 2019 жылдың маусым айында өткен питчингтің нәтижесімен бөлісті. Осы орайда 18 жоба қолдау тапқан екен. Оның екеуі Қазақфильм киностудиясына тиесілі. Қор байқау кезінде жоба авторларының атағына емес, еңбегінің сапасына қарай мән береді. Басты талап ұсынылған туынды жоғары деңгейдегі көркем шығарма болуы қажет. Бұл еңбектерді сарапшылық кеңес сүзгіден өткізеді. Оған бұл саланың білікті мамандары мүше. Шыңғыс пен Мәліктің еңбегі осындай қатаң іріктеуден өткеніне қарағанда, тәжірибесі аз сценаристерге де байқауда бақ сынауға болатындығына еріксіз сенесіз. То есть это не преграда, значит, для... Жастардың питчингке қатысуына кедергі жоқ. Біз қысқа метражды кинолар мен дебюттік фильмдерге де көңіл бөлеміз. Егер сен өзіңді режиссер, продюсер немесе сценарист ретінде танытқың келсе, онда дебют категориясы бойынша бақ сынап қаржыландыруға ие боласың. Бұл толыққанды кино түсіріп, келесі питчингке режиссер ретінде қатысып, өзін танытуға мүмкіндік береді. Достигать каких-то целей. Мне тяжело давать прогнозы. Маған бүгінгі киноның даму үрдісі жайында болжам айту қиын. Дегенмен даму қарқыны байқалады. Мәселен, осыдан 5 жыл бұрын прокатқа 20 қазақстандық фильм ұсынылса, қазір әр апта сайын жоқ дегенде бір фильм шығады. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Это очень круто. Иә, сарапшының сөзімен келіспеу мүмкін емес. Бүгінде отандық фильмдерді көру үшін кинотеатрға арнайы баратын буын қалыптасты. Бұл дегеніміз елімізде кино өндірістің аяқ алысы жаман емес дегенді білдірсе керек. Сапалы дүние жасау үшін қалтаның қалың болуы да міндетті емес. Мықты идея мен құлшыныс болса жеткілікті. Кинематографистер сүйенетін арнайы заң қабылданды. Кино өндіріс саласын қолдау қоры құрылды. Бастысы жоспар айқын, енді нәтижесін күтейік. Көзі қарақты көрерменге өнер әлеміндегі тыңнан түрен салған туындылар туралы ақпараттарды ұсындық. Ендеше ел арна қосулы болсын.